Ассаламу алейкум рахматуллах. Қазақ елі бүгінгі тақырып сиып қою. Бала сиып қою. Қазір көп вопрос келіп жатқандардың біреуі бала сиып қояды. Не істейміз? Бармаған жеріміз қалмады, істемеген анализ қалмады. Жасы 18-ге келді, өткенде 26 жасар балада болды. Екі бала шағасы бар бала сиып қояды. Көп көкөні сиып қоя берді ол жігіт вообще. Ол неден болады? Бізге неден болған білсек болды ма, или бізге лечение керек па? Бізге лечение керек вообще. Біздің адамдар неден болады дейді да, лечениесін алмай жүре береді. Сиып қоюның себебі оң бүйректен болады. Оң бүйректе бір проблема болған, именно правый почкада бір проблема болған кезде, правый почкада именно крайник болады екен. Именно жаңағы мочаны шығарып, тоқтатып тұратын крайник болады екен. Сол жұмыс істемей жатыр, мындай қысқа айтқанда. Сол функция жақсы жұмыс істемей тұр. Соны проблема шешілген кезде, ол жаңағы сиып қою тоқтайды. Оны қалай дәлелдейміз? Ол правый почкада проблема болатқанда, баланы етпетпен жатқызамыз, аяқтың бүкілетін жерін артын басамыз. Сол кезде қыдығы келеді или қатты ауыртады. Оң жағы. Содан білуге болады, что у него действительно правый почкасында проблема бар екенді. Или сол жағы етпетпен жатқызып қойып, аяқтың бүкілген жерін, сол жағын екеуін де басып көресіз. Қай жері ауырып жатыр, оң жағы болса, оң почка проблема, екеуі де ауырып, значит екі почкада проблема бар. Или қыдығы келеді. Бұл туралы біз давно еще видео шығарғанбыз, қазір бұл адамдар көруге ерінеді, қайта сұрай береді. Именно правый почканың проблема шешілген кезде жаңа сию тоқтайды. Бүйректің ең жақсы бір еще несі, емдердің біреуі есептенеді, бүйректі ұру керек. Оны туралы да видео шығарғанбыз. Бүйректі ұрған сай бүйрек жұмысқа түседі. Тұрып, екі қолыңызбен бүйректі екі жағынан артынан ұрасыз. Бұлай ұрған сай бүйрек жұмысқа түседі. Оны күнде балаңызға, өзіңізде проблема болса, бүйректі ұрып жүре беріңіз. Бүйректі ұрған сай ол қымылдай бастайды. Кровообращение бола бастайды да, бүйректің ауырғаны өсіп кете бастайды. Сосын жаңа бір вариант, жұмыртқа аласыз, оны жұмыртқаны шағып, қол жұмыртқа болсын, қол жұмыртқа болсын, қол жұмыртқа аласыз, оны бұл жұмыртқаны шағып, бір 10-15 минуттан кейін ішіне пакетті алып тастайсыз. Көлеңкесін алып тастайсыз, и сыртының өзін кофемолкадан шығарасыз, унция қылып шығарып, 100 грамм балға араластырып, соны күнде бір чайный ложка беріп тұрасыз. Даже 200 грамм балға араластырып, күнде бір чайный ложкадан беріп тұрасыз, бала соны жей бастайды, и сосын және тоже именно әлі кальций жеткізіп береді, и әлі сиып қойып жатқанға жақсы әсер етеді сол. Алла дерттеріңізге шипа берсін, ауырмаңыздар.